Дәбетті ашатын бұл мантыға мен 1 килограмм пиязды аршып майдалап турадым. Және де 1 килограмм фаршты дайындап қойдым. Енді осы 5-6 үлкен пиязды ұсақтап тураған соң, оны табағымызға салып, одан кейін барып қамырымызды дайындауға кірісеміз. Қамырдың 200 мл жылы суға 3 шай қасықта тұз саламыз. Сөйтеміз де оған 1 жұмыртқаны шағып, оны жақсылап қолмен араластырып, ұнымызды саламыз. Еленген ұнды салып, және де осы қамыр қарып жатқан кезде қамырды араластыру процесінде мен оған жарты кесе сұйық майды қосып үйредім. Қамырымыз дәмді және езілмейтін үшін. Енді еттің фаршына біз жаңағы тураған пиязымызды қосып, жақсылап араластыруға 2 шай қасықта тұз себеміз және жарты қасық қара бұрыш себеміз. Сонан соң оны жақсылап араластырамыз. Араластырған кезде біздің фаршымыз жұмсақ болып пісу үшін оған жарты кесе жылы су қосамыз. Енді осы фаршымызды өте дәмді, сочный болу үшін оған біз жарты кесе су қосамыз. Онан соң оны жақсылап араластырып, бетін жауып, жіберіп қойып қоямыз. Ендігі кезекте біз 10 минут тынып тұрған қамырымызды жаямыз. Жайып болған соң оны шаршы етіп кесеміз. Кесіп болған қамырларымызды жабысып қоймау үшін әдемілеп бір тегісте қойып шығып, үстіне 1 ас қасықтан толтыра отырып, фаршымызды саламыз да оны біз түйіп қоямыз. Түйген мантыларымызды дайындап болғаннан соң барып, арлы түйіп болғаннан соң барып, суы қайнаған дайын манты варкамызға саламыз. Салмастан бұрын оны майлап алуымыз керек болады. Өйткені манты жұмсақ және де жабыспай пісу үшін. Мен манты қасқанды жақсылап майлағышпенен майлап шықтым да, енді мантыларды тізіп салып қоямыз. Оны газ пешінде 45 минут пісіріп аламыз. Міне біздің сочный болған мантылар пісті, дайын болды. Ас болсын баршаңызға. Дастарханға қойып тамақтануға болады. Видеоны соңына шейін көрген жандарға көп рахмет. Келесі кездескенше сау болыңыздар.